16 қыз халық ансамблі 2000 жылы құрылды. Алғаш рет өз қызметін облыстық халық шығармашылығы орталығы базасында бастады. 2009 жылы ұжым Көкшетау мәдениет үйіне көшті. Бүгінде олар барлық ірі қалалық облыстық іс-шараларда өнер көрсетеді. Мадина Досмағамбетова 9 жылдан бері ансамбльге жетекшілік етіп келеді. 3, 4 и пам! Заниматься танцами я начала с 5 лет. 5 жасымнан бимен айналысып келемін. Анам менің теледидар экранынан үнді билеріне қалай қызығатынымды көріп, хореографияға беруге шешім қабылдапты. Осылайша менің өмірім би әлемінде бастау алды. Әрі қарай Көкшетау мәдениет сарайында Мәдина Бекет қызынан тәлім алдым. Онда 10 жылдан астам уақыт жұмыс істедім. Түрлі қалаларға, сондай-ақ шетелге шығып, Қазақстанның атынан шығып жүрдім. Сонымен қатар Қазақ театрында жұмыс істедім. Жетекшімнің жас өнерпаздармен қалай жұмыс істейтінін көріп, қызығушылығым артты. 2014 жылы ансамбль жетекшісі болу туралы ұсыныс түсті. Би әлемі мен үшін өнер ғана емес, бұл менің өмірім. Бүгінде жас жеткіншектерден бастап ересек бишілерге жасақталған ансамбль ұжымының репертуары қазақ әлем халықтарының ұлттық биімен толыққан. Жетекшінің айтуынша, бишінің жас емес, көрермен алдындағы жауапкершілігі маңызды. Я хореографией занимаюсь около 3 лет. Хореографиямен 3 жасымнан бері айналысамын. Бұрын не үшін билейтінімді толық түсінбейтінмін, ал қазір онсыз өмірде елестете алмаймын. Бимен айналысудың арқасында комплекстерімді жеңіп, өзіме сенімді бола түстім. Жасым 6-да, кішкентай кезімде туыстарымның алдында өнер көрсеткенді қатты ұнататынмын. Мұны байқаған анам мен әкем мені биге жіберді. Үлкен сахнада билегенді жақсы көремін. Тіпті би сабағынан беретін мұғалім болуды армандаймын. Биыл ансамбль 21 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бишілердің өнер қоржынында республикада ғана емес, халықаралық деңгейде де көптеген жүлделер бар. Соның ішінде ең атаулысы Magic Moment халықаралық онлайн байқауы. 15-18 жас аралығындағы бишілер хореография номинациясы бойынша Нұр шашу биімен гран-при алды. Жансұлу Женқұл, Кәмшат Тәкішева, Бауыржан Смағұлов, Ерғабас, Көкше ақпарат.